Помнишь, өткенде екеуміз айтып едік қой, мына ел не демейді жобасы жақсы рейтинг беріп отыр екен. Содан кейін мынау TikTokта аккаунт ашып, кішкене көрермендерге не салайық деп мен бүгін өзімше стрим бастап қойдым. Енді бағана бір 30 шақты адам отырған. Жалпы Тұрсынбектің келіншектерінің арасында, келіншектер деген дұрыс бола ма екен, арасында теке түріс болып жатыр дейді. Жалпы әлеуметтік желіде жас тоқал бәйбіше күн бермей жатыр, маған қысым көрсетіп жатыр деп халық алдына шығып бейне үндеуін жариялады. Мөлдір ханым болса, күңдесіммен шаруам жоқ, Тұрсынбектің өзінен сұрап алыңдар. Әнші шоу-бизнес әлеміне баспен кіріп кеткен сияқты. Қазір ешкімде шаруасы жоқ, ел аралап, ән салып, тайраңдап жүр. Өз әлемінде. Перизат Қайраттың артында саясатта салмағы бар дөкейлердің тұрғаны рас па? Дүйім жұрттың назары қаршадай қыздың аузын ашқанын күтіп отыр. Оның ағынан ақтарылғаны кімге тиімді, ал кімдерді керісінше терлетеді. Сәлден кейін кәсіби психолог Перизат Қайраттың психологиялық бейнесіне талдау жасайды. Бүгін қызық болады, жайғасыңыздар. Армысыз көрермен, біз бастаймыз. Әр нәрсенің енді өз реті болады ғой. Бұл жерде енді жарқырау үшін сыну керек болды деп күшті өзіне бір назарды аудартып алды. Мөлдірге сол үшін ризамыз енді. Танымал әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың жары бүгінде әншілікпен айналысып жүрген Мөлдір Мұқанованың Instagram парақшасында жарияланған ерекше бейне жазбасы дереу вирусқа айналып кетті. Қоғамның қызу талқысына түсті. Қолдау білдірушілер оның әрекетін рухани жаңғыру деп қолдап жатқандар бар. Біреулер тұлғалық даму белгісі деп жатыр, біреулер болса даттап жатыр. Жалпы Мөлдір бәйбіше күйзелісте деп диагноз қойып тастағандар бар. Естідім, мен де көрдім оны. Айқайдам отқан меніңше Мөлдір Мұқановаң күйзелісте жүрген адамға ұқсамайды. Ел аралап, ән салып, жас жігіттермен әдемі өз әлемін жасап алған сияқты, иә? Осы ретте мен саған сұрақ қойшы, сенің пікірін өте қызық. Ажырасқан әйелдің өзінен жас жігітпен ән салғаны сен үшін норм, әлде стрём? Орысша айта берейік, тренд болған соң. Официально ажырасқан болса, оның бір мынау бүйту керек деген бір шектеу қоя алмаймын сияқты. Өзі біледі, өз өмірі, өзі біледі. Әріптесіміз Әлия Әшім туралы айтайық, иә? Қазір желіде қатты сынға ұшырап жатыр ғой. Жалпы өзің естідің бе мынау Әлия Әшімнің сторисін көрдің бе? Көрдім. Өзі Абайдың жаңағы Қарқаралыдағы музейіне барып, бұл жерде неткенде нетіп деп оны халық нетіп жатыр. Сол кезде осыдан 1-2 жұма бұрын ғой. Сол кезде енді кішкене көрдік, бірақ үн қатпадық. Өйткені Әлияны сыйлаймыз, жаңағы жауларына үнемі лайк басып қолдап отырамыз, бәрекелді деп отырамыз. Өйткені сондай болғымыз да келеді. Өйткені шетелге шығып оқып келгенін білеміз. Жалпы бұны қоғам дұрыс қабылдамады. Неге деп ойлайсың жалпы? Себебі Абай біз үшін ол қасиетті. Абайға тіл тигізуге болмайды. Бірақ Алияның арам ойы болған жоқ меніңше. Ол ойламады бұндай ажиотаж болатынына. Содан кейін де шықты ғой Фейсбукта, барлығы айтып жатыр Әлия Әшім сауатсыз журналист, дипломы бар ма, неге оқыған? Мүлдем келіспеймін. Мен де келіспеймін. Жалпы ол одан бөлек шетелді ғана айтамыз ғой. Одан бөлек мынау Астанада Еуразия ұлттық университетінде оқыды, журналистиканы бітірді, магистратурасына дейін бітірді. Одан кейін енді телевидениеда, телеарнада жұмыс істемеді десек, жұмыс істеді, қаншама мықты сюжеттерін берді, сөйтіп келді. Жалпы бұдан түйгеніміз Абай туралы абайлап сөйлеу керек екен. Енді бұл да бір бізге сабақ болды. Жалпы осы орайда айта кетейінші, абайлап сөйлемеген адамның қандай арты немен аяқталатынын көріп отырмыз. Одан кейін енді көрерменге менен бір хабарландыру болсын, құрметті көрермен. Осы орайда қазақтың ұлы ақыны, қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлы туралы үлкен деректі фильм әзірлеген болатынбыз. Бұған дейін бірнеше рет анонсын жасадық. Бұл фильмде жалпы ғалымдар мен білімділер және Абай танушылардың арасында Абайға қатысты көп
көптеген келіспеушіліктер болып жатыр. Біреуі Абай болмаған, ол мифологиялық бір персонаж, біреу айтып жатыр, ол алаштанушылардың шығарған дүниесі. Абайдың өзі болатын болса, туындылары қайда, оның өлеңдері қайда, оригинал нұсқалары қайда деген секілді сұрақтар бар. Осы сұрақтарға деректі фильмде жауап беруге тырыстық. Сіздерге өте танымдық бағыттағы бір пайдалы контент болатынына ешқандай күмәнім жоқ. Сондықтан да құрметті көрермен, лайықты болса лайк басыңыздар, қолдай отырыңыздар. Ағаттық кеткен жерлеріміз болса пікір жазыңыздар, біз ол пікірді оқып сіздерге түзетіп отыратын боламыз. Сол үшін осы арнадағы шыққан Абай туралы деректі фильмімізді тамашалауды ұсынамын. Маған өте ұнады. Тырнақалды туындың ізденіпсің, Абайдың еліне бардың, кадрлар осы жерде операторларға браво деген келеді. Өте әдемі кадрлар болды. Өте сапалы, мағыналы, берері көп туынды. Жалғасын күтеміз. Біраз дүниелерді айтқымыз келді, дегенмен енді Әли әріптесімізден кейін тілімізді тістеп қалдық. Сонда да бір халықтың өзекті мәселелерін көтердік деген ойдамыз. Осы жазда кішкене бір жаңалықтардан демаламыз ба деген кезімізде халықтың қайырымдылыққа жинаған қыруар қаржысын жұтып қойған Қаршадай қыздың соты қазір қызу талқыланып жатыр. Демалдыруға назары Перизат Қайраттың демалдыруға мұрша бермей жатыр. Өйткені күнде бір мәлімет, анау жымқырған миллиардтар мен миллиондарды естіген кезде қаға таңдайымыз талып кетті. Жалпы өзің қалай қабылдадың жалпы бұл сот процесін? Меніңше біреудің проектісі ол. Проектісі Қуыршақ. Ар жағында бір мега мозгтар бар сияқты, оған ақыл жол сілтеп тұрған. Елде соны айтып жатыр. Жалпы проектіміздің аты, біздің проектіміз аты еліне демейді ғой. Елден сөз қалған ба? Жұрт бірдеңені біліп айтады. Өйткені жел тұрмаса шөптің қасы қозғалмайды, өзің білесің. Перизат сот отырысы шыға сала Бауыржан Байбектің атын атады. Одан кейін Геннадий Головкин, одан кейін енді қайырымдылық қоры Асар Өме қорының басшысы келді. Қаншама енді куәгерлер бірінен кейін бірі келіп жатыр. Қаншама мәліметтер айтылып жатыр. Одан кейін де айтыла түседі деген ойдамыз. Сосын мен түсінбедім, неге процесс орыс тілінде. Себебі Перизаттың әлсіз тұсы сол екен. Ол өз ойын орыс тілінде жеткізе алмай жатыр, дұрыс сөйлей алмай жатыр. Ана тілінде сөйлесе, анағұрлым өзін қолдап, қорғап шығушы еді. Байқайсың ба, соңғы осы бір аптаның көлемінде Перизатқа қатысты түрлі ақпараттар шығып жатыр. Адамдар қорғаштай бастаған сияқты болып көрінді маған. Өйткені бірнеше жазбаларды көзім шалып қалды. Жаңағы Перизаттың жеткен жетістігін мақтап, оның қылығын, жаңағы сөйлеген сөздерін үлгі тұтқан біраз жазбаларды көрдім. Мен қолдаймын бұндай тактиканы, себебі бізде елімізде, жалпы әлемде кінәсіздік презумпциясы бар ғой. Яғни сот үкімі шықпайынша ол адам біз үшін кінәсіз, өзін қорғауға құқылы. Және қоғам жаппай таласа, ол демократияны білдірмейді ғой. Сондықтан екі пікір болу керек, екі жақта. Сен естідің ба жалпы, Перизат не мектеп бітірмеген, 9-шы сыныптан кейін оқуға түсіп кеткен. Мені қатты таңғалдырды. Сосын не жоғарғы білімі жоқ. Бірақ енді сөйлеген сөзі өзін ұстауына қарап бір шетелдік білімді көріп келген. Ол өзін солай насихаттап жүрді ғой. Перизат Қайраттың психологиялық бейнесін бүгін студиямыздың қонағы талдап берсін. Психолог Алтыншаш Матаева ханым, қош келдіңіз. Амансыз ба? Қайырлы күн. Суретін көрген шығарсыз. Қазақтың әп-әдемі қуыршақтай қызы. Қазақтың қызы, әдемі қазақтың қызы. Енді соны бізге жақсылап талдап тарқатып берсеңіз. Ред флагтар міндетті түрде болады. Мысалы, бұл кісінің бір тақырыптан екінші тақырыпқа бірден ауысып кетуі сөйлеу барысында. Көзге қарамауы, өте көп мына жестикуляция дейді ғой. Өте көп жестикуляциясы бар, оның үстіне орынды көп ауыстырады, мазасыз. Соның барлығына сіз қарап тұрып, содан кейін сөзіне назар аудару керек. Ең бірінші, сөздің барысында әрине жүйесіздігі бар, ойының жүйесіздігі. Соның өйткені бұлар тек қана демонстративті, олардың бойына
истеричность деген, истероидность дейтін түрі де бар. Яғни бір түрлі бір сондай паникаға ұшырау ма, қорқыныш па, оның себептері көп болуы мүмкін. Үшеуміздің арамызда уатқан ғана Перизат Қайратпен тілдескен, көріскен. Сен қандай әсерде қалдың? Аңқылдақ қалған адамдар болады ғой, бір келген кезде бірден бір баура болатын адамдар болады, бір сөйлескен кезде бір кісі болып отырмайды, бірақ әңгімеге тарта кетеді, танысын танымасын жаңағы бір үстінен қарап тұру деген секілді. Ондайды байқаған жоқпын былай. Енді мұндай үлкен қаражатты жалғыз өзі жымқырып кетті деген енді ойға сен де күмәнданасың. Мен де күмәнданамын енді. Перизат шыққаннан кейін жаңағы халық алдына сот процесіне шыққан кезде белгілі бір шенеуніктердің аттарын атады жаңағы. Одан кейін стористарында біреулерден бір алтын бағалы сыйлықтар алып атқан видеоларын көрсетіп жатыр бірінен кейін бірі. Жалпы бұндай қызға шенді, ақшасы бар, бай, үлкен ағаларымыз қызға ма жалпы? Психология тұрғыдан тартымды ма? Сексолог біздің кейіпкер, қонағымыз, соны біле жүріңіздер. Сексологиялық тұрғыда айтыңызшы, еліктіретін образы бар ма оның болмысында? Сіз көрдіңіз ғой. Қылықты қыз ба? Қылықты қыз деп айтуға болады, бірақ та қылықты әйел деп айтуға мен айта алмаймын. Неге? Әйел деген бұл ересек адам. Яғни қоғамға шығарда қандай не көрсеткісі келеді, қандай бағытта өз-өзін көрсеткісі келеді деген мәселе бойынша. Әйел азаматқа, енді соның ішінде біздің қазақ халқымыз бір ерекше көзқараста ғой, бұл дейтін нәзік болу керек, сабырлы болу керек, халқын ойлау керек, баласын ойлау керек, тағы бір көптеген сондай бар. Әрине ер азаматтар да дәл солай. Ондай жүк арқалап алған әйел сексуалды болмайды ғой. Бұл кісі Перизат ханым сәл кішкене өзіңізді жаңа көрсеткендей, мына иығы кішкене напряженный. Мен байқамадым. Өзі де жазды ғой, мен бүкірейіп жүремін, андай мама ұрсат маған, бүкірейіп жүресің сен деп. Кішкене мүмкін оның жаңағы психосоматика тұрғысында өзіне арқалай алмайтын жүкті арқалап алған, Мені барлығы аяйды. Яғни әр адамның сенімділігіне мен кіре аламын. Алтын шашқан, жаңа сіз айттыңыз ғой, бір толық емес отбасыдан шыққан секілді ғой. Бізде де толық мәліметті білмейміз, әкесі болған ба, болмаған ба, ол енді тағы шыға жатар. Бірақ енді бұның да бір әсері болуы мүмкін дедіңіз ғой. Өсе келе Перизаттың бір әкелік рөлге кіріп кетуі деп қабылдасақ бола ма жаңағы? Әкенің мақтауын қажеттілігі. Бұл мына Совет үкіметінің бір керемет мультфильмі болды, «Ежик в тумане» дейтін. Есіңізде ме? Қараған жоқсыз ба? Кірпі, яғни тұманда бір нәрсені іздейді. Сол сияқты адамның мына ішкі дүниесінде бір аштық пайда болады. Эмоционалдық аштық дейді психологтар бұны. Сол мына аштықты енді қарны ашып тұрады ғой адам. Сол мына қанағаттандыру бағыты бойынша сол әр адамның көңілін іздейді, мақтауын күтеді. Мынау кеудесі қуыс адамдар, олар аш болады. Барлығын өз Перизаттың парақшасынан да байқалады ғой, ол анау тойымсыздық, бренд сөмкелер, бренд киімдер, лакшери өмірді тым насихаттады. Естуімше ол бар жердің қызы. Бұл жерде әр түрлі өмірдегі жағдаяттар деп айтайын, өкінішке орай адамның мына бойында ауытқушылықтар алып келеді. Соның ішінде мына психологтардың айтуынша расстройство дейді. Расстройство личности. Соның ішінде жаңа мына демонстративті тип личности дейміз. Перизат Қайратты біз жарақаттанған травмированный бала деп айта аламыз ба? Әр адамның бойында травмалары бар. Травмасыз адам жоқ. Қазақтың керемет сөзі бар. Құламай сүрінбей бала өспейді демекші. Соның барлығы негізінде травма. Бірақ та сол травманың арқасында адам есейеді. Сіз Анна Сорокина жайлы естіген жоқсыз? Отқан сен осыдан бірнеше жыл бұрын Netflix «Изобретай Анну» деген сериал, маған өте ұнады. Рекордтық қаралым берді ғой. Перизат Қайраттың болмысы осы Анна Сорокинаға ұқсайды. Ол, яғни өзін қарапайым орыстың қарапайым отбасында өскен қыз, жоқшылық көріп өскен қыз Голливудқа барады, елді алда барып, Анна Дейли деген бүркеншік атпен зиялы қауым ортасына кіріп кетеді. Солардың ақшасын алады, емденеді де, ол жазасын
өтеп шықты. Осы өткен жылы ма, 1-2 жыл бұрын шықты. Ең қызығы, осы сериалдың арқасында Аннаның кейсі сондай танымал болып, бәленбай миллиондық оқырман жинап алды. Және ол қазір өзінше жұлдыз, өз әлемін жасап алған жұлдыз, демек мақсатына жетті. Біздің Перизаттың да кейсі өте ұқсайды. Екеуінің психотипі да ұқсайды, былай қараса, сондай сөп сүйкімді қыз, тіл тапқыш. Жоқ, бұл жерде ол басқаша болды. Анна Сорокин енді ол жерде байлардың ақшасын алады ғой. Иә, Робин Гуд. Қарапайым азаматтардың ақшасын алып тұр. Керісінше, иә. Керісінше. Басында бір аузыңыздан бір шыққан сөз болды. Біреудің проектісі сияқты деген. Балаңыз біреудің проектісі болмасын десеңіз, балаңызды өз тағдырының проектісіне бағыттаңыз деген келеді. Ол үшін енді адамның балаңыздың ойын қазірден бастап бақылағаныңыз жөн. Әдемі. Күшті. Рахмет. Рахмет сізге. Шығарып салайық сізді, рахмет. Көп. Айзада, мына енді сандарды сөйлетейікші, статистикаға сенетін болсақ, Қазақстанда қайырымдылықпен айналысатын 1353 қор бар екен. Мекеме жұмыс істейді, оның нақты 1108-інің лицензиясы бар, яғни ресми тіркеуден өткен деген сөз. Олар негізінен балалар үйлерімен, аз қамтылған отбасыларын азық-түлікпен қамтамасыз ету, киім-кешек беру деген секілді жұмыстармен айналысады. Соңғы кезде қайырымдылықты желеу етіп, қитұрқы әрекеттерін барған жерге бірнеше қор жабылып, ұйымдастырушылар істі болып жатыр. Ең шулы бірнешеуіне тоқталайыншы. Мына балалар құқықтарын бұзып, экстремизмге қатысы бар деген айып тағылған, құрамында 26 қор болған Жібек жолы ассоциациясы мен осы Перизат Қайрат жетекшілік еткен біз біргеміз Қазақстан 2030 қайырымдылық қоры деген екі оқиға еске түсті. 1353 қор дейсің, осылардың бірнешеуі ғана құлағымызда бар, қалғанын жұмысын білмейміз, зерттеу керек. Аңқау елге арамза молдалар табыла кетеді, өкінішті. Біз біргеміз қоры барлық қайырымдылық қорларға күйе жақты, халықтың сенімін аяққа таптады. Бұдан соң осындай ұйымдарға ақша аудармас бұрын мың ойланатын болдық. Перизат Қайрат танымал жұлдыздар мен блогерлерді ұтымды пайдаланған. Олардың оқырманы көп, бірлесе коллаборация жасап, сеніміне әбден кірген. Алданғандардың бірі видеограф Олжас Садық. Өткен аптада куәгер ретінде берген мәлімдемесінде блогер Перизат оны медиа бет бейне ретінде пайдаланғанын айтты. Анық қанығын өзінен сұрап білейік. Олжас қазір Алматыда жүр, бізбен тікелей байланысқа шықты. Олжас, қалайсыз? Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіздер ме? Перизат Қайраттың арбауына қалай түсіп қалдыңыз? С Перизат Қайрат вообще ранее не был знаком. С ней я познакомился, можно сказать, за несколько дней до того, как мы закончили сам сбор. И когда мы произвели сам перевод, то на следующий день уже мы отправились с Перизат Қайрат в Абу-Даби на якобы посылку самой гуманитарной помощи. А так ранее я с ней никак не пересекался. И даже когда знакомые начали рассказывать, кто это такая, я был удивлен, что есть такой человек, оказывается. Сборды сонда қашан, не үшін жинадыңыздар? Кімнің идеясы болды жалпы? Смотрите, я сам человек такой, что часто смотрю новости по миру, не только то, что происходит в Казахстане. И как только увидел новости о том, что пошел геноцид на территории сектора Газа по мирным жителям, біздер қазақша айтады, что жаным ашып, я решил организовать такой сбор. Да, это была полностью моя инициатива. И я обзвонил разных своих друзей, знакомых, блогеров, с кем так или иначе знаком, и поинтересовался, смогут ли они меня поддержать в этом плане. Многие как раз-таки сказали то, что да, давай, делай. Керек болса поддержка жасаймыз, там медийная, репост ретінде, всего такого. И мен бір жақын досым бар, Назым Мисанов деген. Ему я поинтересовался, давайте, если что, сделаем как совместную публикацию. Менің өзімде осындай мынау қайырымдылық қорларға ақша аударып отырамыз ғой. Неге осы біз біргеміз қорына, басқа қорлар көп қой бізде қазір, әлеуметтік желіде белсенділер көп. Неге осы қорға таңдауыңыз түсті? По договоренности вначале я средства должен был перевести на реквизиты посольства. Но там такое дело, что эти реквизиты для меня оказались не совсем достоверными, и дабы избежать дальнейших вопросов со стороны ГОС и со стороны просто людей, я решил сотрудничать с ЮНИСЕФ. Ну и когда я с ЮНИСЕФ должен был уже подписать соглашение, начать с ними сотрудничество, как бы со мной связалась Перизат. Там она мне назначила встречу, мы с ней встретились, там обсудили. Деталей не могу я рассказывать, к сожалению, но тем самым мы с ней как раз и познакомились.
Перизат Кайратты алгаш көргөн кезде кандай әсерде болдуңуз жалпы? Унадымы? Былай кыз ретинде, меніңше өте нәзік сұлу жанды қыз, ретинде, иә, иә. өте сымбатты. Ну, смотрите, с ней с момента первого созвона и нашей первой встречи прошло, на самом деле, совсем немного. Где-то 3-4 часа, возможно. Ну, если мне не изменяет память, мы с ней день в день познакомились, день в день созвонились и встретились. Там она мне показала просто-напросто то, что на ее странице происходило, показала свою активную деятельность. И, само собой, когда человек, так сказать, на тот момент, видите ли, мне 23 года, такая большая сумма лежит на моем личном счету Каспи. И так или иначе, вот, переживание, волнение, оно присутствует. И когда видишь, что человек сам выходит на связь и сам предлагает свою помощь, чтобы эти средства направить по прямому назначению, ну, тут уже тяжело как-то даже допустить эти мысли какие-то плохие. Думаю, то, что мы с человеком как будто бы должны быть одну цель выполнять. Это помощь людям. Но тут на тот момент и мне как будто бы этого показалось достаточно. Просто вот этих картинок, видео, которые были в Инстаграме. И просто, как сказать, слепо поверил тому, что человек может... Даже не думал, что человек может этими деньгами располагаться, распоряжаться по-другому. 83,5 миллион теңге қалай жиналды? А сбор производился просто посредством перевода на мой личный Каспий и на банк Таяп. И у меня вот тогда два банка было, это вот Каспий, банк Таяп, и люди просто по номеру телефона переводили эти средства. Когда отправляли, там кто-то писал сообщение, кто-то не писал сообщение. Да. Ну, разные комментарии были. Алла береке версин, Рахмет, Хайрандулка, сектору газа и тому подобное. Каждый раз интересовался, будет ли комиссия у фонда от этой суммы, которую я буду переводить, не будет ли комиссии. Ну, тогда Переза сказал то, что нет, он сейчас в таких чрезвычайных ситуациях фонд не берет никакой комиссии. Все средства, которые вы переведете, они будут реализованы в помощь мирным людям сектора газа. А точнее, это мамам, детям, пожилым людям, просто мирным жителям. Олжас мырза, күмән қашан пайда болды? Не постыжусь этого сказать, но очень хорошо читаю людей. И на самом деле мои первые такие сомнения, первые такие вот мысли о том, что что-то может быть и так, появились еще после первого раза, как мы полетели в Эмираты. Ну, это вот было, вот сделал перевод, на следующий день мы полетели, тогда у меня закрылись кое-какие подозрения. Потому что для меня это очень было странно, что, ну, вы сами в курсе, то, что отель сняли какой-то крутой. Я так подумал, а почему такой отель, почему не просто квартира или какой-нибудь обычный трехзвездочный. а, Просто в процессе общения. Но я также для себя думал, то, что, возможно, это просто мои личные какие-то, как сказать, то, что как будто я сам додумываю и решил подавлять просто вот эти лишние мысли. Но больше у меня сомнений появились во время паводков, потом, когда мы отправились в Китай, когда у меня все это время, я, так сказать, параллельно, так сказать, мои мысли о том, то, что что-то может быть не так, они сопровождали меня. Но я с этими мыслями делился с друзьями, там, с коллегами. И многие говорили то, что ужасно, ты типа сам додумываешь, типа, что человек же нормальный, хороший же, он, видишь, как бы помогает, в инфу все выкладывает. И я тогда для себя ответил то, что ладно, возможно, так и есть, может просто смолять дед, как бы, жму северик. Такой случай, как Перизат Хайрат, это не первый случай не только в Казахстане, но и по всему миру. Но это не означает то, что нужно ставить клеймо на благотворительность, то, что нет и точка. Вы сами понимаете, что у нас в Казахстане, что по миру. В каждой точке мира есть очень много людей, семей, которым нужна помощь. И без нашей помощи они просто-напросто не справятся. Отвечая на вопрос, буду ли я заниматься дальше благотворительностью или нет, однозначно да. И я для себя ставлю цель, то что, ну, это просто Алладан берген менің миссиям, то что маған, мен өзім как бы діндегі кісімін болғандықтан, Алла маған ризық бергендіктен, я как бы должен этим делиться и помогать людям. Бір сұхбатыңызда ЮНИСЕФ-ке байланысқа шығып, гуманитарлық миссиямды аяқтаймын депсіз, демек халықтың алдында өзіңізді кінәлі санайсыз ғой, иә? Перед народом я не чувствую вины, потому что это же не я, так сказать, деньги не по назначению реализовал. Я чувствую вину только перед самим собой, то, что я не был настолько дотошным в плане нужных документов, предоставления доказывающих факторов. Как бы виню я только самого себя, что я как бы не оказал еще более детального углубленного изучения самого фонда Безбергемес.
Олжас, сұхбатыңызға рахмет. Бұдан бұлай қайырымдылық қорларымен абай болыңыз. Құрметті көрермен, бүгінгі шығарылымнан не түйдіңіз? Жалпы қайырымдылық қорларына сенесіз бе енді? Сіздің пікіріңіз біз үшін маңызды. Айта кетейін, дәл осы арнада сіздерге қызықты және танымдық шығарылымдардың ағынын көбейтіп жатырмыз. Әр жексенбі сайын ел не демейді хабарын назарға ұстаңыздар. Айзада екеуміз аптада болған өзекті деген жаңалықтарды сіз боп, біз боп бәріміз талқылайтын боламыз. Лайықты деп тапсаңыздар, лайк басыңыздар, арнаға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі жексенбіде тағы да сіздерге қызықты деген ақпараттарды жинақтайтын боламыз.